Сәлем достар, 2020 жылдың аяқталуына бір айдай қалды. Кәдімгідей қорытынды жасай беруге болады, өйткені басқаларынікі білмеймін, бірақ менікі жеке басым соңғы кездері, соңғы жылдары дәл осындай желтоқсан айында мен қорытынды жасай бастаймын, келесі жылға деген мақсаттарды құрай бастаймын. Енді қандай бір дәл осы 2020 жылдан басты сабақ өзіме түйдім, және де басқаларға да кеңес беремін, дәл осы сабақты өздеріңіздің өмірлеріңізге қолдануға. Осы туралы бүгін айтатын боламыз. Бұл болашақ мұғалімнің арнасы. Міндетті түрде каналға тіркеліп кетіңіздер, комментарийға өз ойларыңызды жазып кетіңіздер, лайк лүпілдеріңізді басып кетіңіздер, бұл видеоны достарыңызға таратыңыздар, сіздің ортаңызға таратыңыздар, олар да бір өздеріне бірдеңе тию үшін, және де болашақта да бұл қателіктерді жасамау үшін. Ал енді кеттік, бастаймыз. Сонымен, қандай мен өзіме ең басты сабақ алдым. Жалпы мынау бір басты сабақ алудан мен бұл екінші жылым ау деймін, қателеспесем екінші жылым ғана, өйткені бірінші жылымдағы менің ең басты сабағым бұл дофаминға және жаман әдеттерге жоғалма. Бұл жаман әдеттер сенің өміріңді құртады, ал жақсы әдеттер керісінше сенің өміріңді жақсартады. Яғни сен жақсы әдеттеріңді көбейте беруің керексің. Бұл таңертең ерте тұру сияқты, дұрыс ұйқы, дұрыс тамақтану. Ал жаман әдеттер бұл туралы арнайы видеолар бар, негізінде жасөспірімдерге жасамау керек нәрсе дейтін сияқты темадағы, тақырыптағы видеолар бар, оларды қарасаңыздар болады. Ал ендеше бүгінгі тақырып, бүгінгі менің дәл осы жылдағы ең басты сүйген нәрсем, ол сенің бір өмірлік өзінің ұстанатын жолын болу керек. Қандай жол? Қараңыздар, мен жалпы даму бойынша бірнеше өте көптеген курстар оқығам. Кәдімгідей қаншама ақша төлеп, қаншама мың ақша төлеп, негізінде ол курс оқыған ол өте жақсы, егер де әрине пайдалы курс болса. Және де одан бөлек мен, қалай айтсам болады, дәл осы тақырыптағы, яғни счастливый жизнь, бақытты өмірді сүру үшін қандай методикалар, қандай тақырыптар қолдану керек екенін мен жаңа кітаптарға қарап отырмын, сол кітаптарыма оқыған, сол бір кітаптарды оқып көрген болатынмын. Яғни менде түрлі жолдар бар. Енді бір жетістікке жетудің әрбір адам өзінің кітаптарында енді көбінесе жетістік туралы жазады ғой. Дәл осы жетістікке жетудің мен түсінгенім бойынша бірнеше миллиондаған, жалпы өте көп деген мың жолдары бар. Ал жетістікке жетпеудің бірнеше ғана жолы бар. Яғни санаулы ғана жолы бар. Менің ойымша енді дәл осындай миллиондаған жолдардан сен егер де мынау жолға түсесің, одан кейін мына жолға түсе беріп, сен жаңа жетістікке жетудің бірнеше жолына түсе беріп алмасай берсең, яғни жолдарды өзгерте берсең, онда сенің жетістікке жетуін қиындап кетеді деп ойлаймын. Өз басым, мен дәл қазіргі ойлап жатқан жалпы ойым, түсінген түйінім дәл осы деп ойлаймын. Ал егер де сен сол жетістікке жетудің бір қандай да бір нақты жолын алып, сол жол бойынша өтсең, онда сен жетістікке әлде қайда мынаудан көрі эффективті тұрғыда жетесің деп ойлаймын. Сондықтан да бұл жердегі басты түйетін сабақ бұл сен өзіне жетістікке жетудің бірақ қана жолына. Енді анализ міндетті түрде жаса, анализ ол керек нәрсе, анализ жасап көр, қайсы жол менің табиғатыма келеді. Өйткені кейбір адамдарға, мысалғы, бір адамдар болады жетістікке жету үшін, оларға обязательно таңғы сағат 5-те тұру керек, пахать ету керек, қиын жұмыстар жасау керек, міндетті түрде арманға қарай талпына беру керек. Бір адамдар болады, мысалы, кайдзен планирование дейтін сияқты бар ғой, яғни саған жетістікке жету үшін бір қатты қиын жұмыс жасама керек. Яғни сен қайсы дұрыс деп санайсың, сол іспен айналысу керексің. Сөйтіп сен асықпай сен өзіңнің арман мақсатына, жетістігіне жетесің. Ал бұл жердегі менің осы жолдарға қарай отыр, тағы да басқа да бар, лагым бар, басқасы бар, өте көптеген жолдар бар. Менің ойымша осылардың ішінен мен біреуін түйіп алдым да, сол түйгенім бойынша енді алдағы жылы бұйырса басқа жерлерге фокусымды қоймай, тек қана бір бағытқа ғана сол жетістікке жетудің жолын ұстап көргім келеді. Егер де ол маған көмектесіп жатса, әрине келесі жылдың соңына қарай кішкене подходымды өзгертсем, немесе ортасында да подходты өзгертіп жіберуіне болады. Бірақ менің ойымша алдағы жыл тек бірақ қана подходпен өтеді. Өйткені менде дәл осы жылдағы бір проблема, бұл дәл осы
жетістікке жетемін деп мен бірнеше жолды ұстандым, бірнеше кітаптар оқыдым, фокус мүлде өзгеріп кетті. Мен әртүрлі нәрселер істеп көрдім, бірақ бергені кішкене аз да болып қалды. Дегенмен де әрбір қиындықтың артында бір жақсылық болады. Менің түйгенім дәл осы. Сіздер не түйдіңіздер дәл осы 2023 жылы міндетті түрде жазып кетіңіздер комментарияға. Менің түйгенім бойынша осы, сондықтан да өздеріңізге бір нақты жол таңдап алдыңыздар. Сол жол бойынша алға қарай кете берейік. Ал енді келесі видеоларда кездескенше дегенмен де бір айтып өтетін нәрсе, қоштаспай тұрып, міндетті түрде тинейджер клаб курсына тіркеліңіздер. Ол жерде біз арнайы курс, жасөспірімдерге арналған, біз 14 күннің ішінде өзіміздің өмірімізді толықтай трансформация жасап тастаймыз. Бұл ақша жағынан болсын, бұл өзімізді тұлғалық даму жағынан болсын, бұл әдеттер жағынан болсын. Міндетті түрде тіркеліңіздер. Бұл сіздерге өте қатты көмектеседі. Ал келесі видеоларда кездескенше.